Қайырлы күн, менің есімім Айғалиев Жүніс, Сарайшық мемлекеттік тарихи-мәдени музей қорының аға ғылыми қызметкері болып жұмыс атқарамын. Бүгінгі таңда 2024 жылы Сарайшықта бірнеше аймақта археологиялық қазу жұмыстары жүргізілген болатын. Қазу жұмыстары барысында 100-ден астам тиындар табылды. Мысалы айтатын болсақ, нөмір 6 қазбадан 112 тиын, нөмір 2 қазбадан 52 тиын, Қарағайлы мекенінде жүргізілген қазу жұмыстары барысында 16 тиын, Ашсай елді мекенінде жүргізілген қазу жұмыстары барысында 6 тиын табылды. Бұл тиындардың барлығы мұқият тазаланды. Тазалау барысында анықталуы бойынша тиындар мыстан және күмістен жасалған тиындар болып шықты. Негізінен тиын тазалаудың бірнеше әдіс тәсілдері болады. Біріншісі бұл қарапайым ыстық суменен немесе белгілі бір щеткамен тазалау. Екінші әдіс тәсілі бұл лимон қышқылы немесе ас содасы арқылы тиындарды тазалау. Үшіншісі белгілі бір химиялық ерітінділер немесе ультра дыбыстық аппараттар арқылы тазалау болып табылады. Енді Сарайшықтағы қазба жұмыстары барысында табылған тиындар топырақтың тұздылығына байланысты өте сақталу жағдайы өте нашар болады. Сондықтан да көпшілік жағдайда Сарайшықтағы тиындарды бірінші әдіс тәсілмен емес, лимон қышқылдарымен немесе тағы басқа да химиялық ерітінділердің көмегімен тазалау жұмыстары жүргізіледі. Тазаланған тиындар белгілі нумизмат ғалымдарға жіберіліп, олар арқылы сол тиынның жалпы сипаттамасы, қай хан атынан соғылды, қай жылы соғылды, немесе қай ақша шеберханасында, қай қаладағы орналасқан ақша шеберханасында соғылғандығы туралы мәліметтер жинақталады.